Аркөл өңіріндегі Сұлубай Сапыұлының кіші қызы Зағила Сұлубай қызының отбасындамыз. Әңгімемізді тыңдай беріңіздер. Сұлубай өргер жайдың батыр едім, әр жерде жүлжу алған ақын едім ай. Серпілдай жаңқан көк жасаң, арман жоқ күліп ойнасаң. Шешеміздің айтқаны өз шешемді айтады ғой. Екі иығын екі кісі мінгендей, қара торы көз үлкен, қасы қалың, мына жақ бетінде неңі бар. Төр тұлғасы не нәрсесі артық еді. Құдай енді ол кісіні алғанша бізді алмады. Айтып алады да жылайды, арт жағын сұрамаймыз. Бай бол, Сұлубай, Көңілжай деген үш кісі екен. Ең кішісі менің әкем еді. Байбала деген жаңғыз қыз бар екен. Оны Ағаралы Ақтүбек деген жерге қабаға ұзатады екен. Аты шыққан бейдер, аты шыққан мықтыдар, мықты жігіт болғаннан кейін қанатына тәрбиелейді екеніміз. Сөйтіп пошта тартып, поштакер болып одан кейін. Әбден соңын айланғаннан кейін, жау бетін бұрғаннан кейін, қайтқан жауды қума дейді екен ұлы кәрідер. Соған ой жолдағы елді ойрандап кетеді. Ел бізге сеніп жатса, кәрі жасы, батырымыз бар деп, біздер бар деп қарауылда бізге сеніп жатқанда жолдағы елді ойрандап кетеді деп, артынан қуып дөңті деген жерге барады екен. Жасырынып жатқан бір жау жаралы. Қолын көтереді екенміз деп. Қолын көтергенде өз елім бе деп, бағынған адам ба деп. Мылтықты бүй тартып алған. Аты келіп жүріпті. Отыз 37 жасында маңдайын мыр шоққа төсеген батырдың сол кезде не бары 2 жасқа толар толмастағы сәбиі Зағила міне бүгін 73 жасқа шыққан шағында әкесін сағына еске алады. Я кейде өткен шақпен айтылған әңгіменің көбінесе жүректі елжіретіп, әлде бір мұңлы сарын, қоңыр әуен, жан дүниеңді сағыныш бесігінде әлдилеп, сана сезіміңді самарқау күйге салатыны бар. Шешем айтып отырады. Жайлау үстінде көк аты бар еді. Көк атты қатырып, дөңгі арқандап, сөйтіп қояды екен. Шешеміз малсақ адам екен, осы көк атты неге жылжытпайсың? Өзің анда-осында келесің, осы тұрғалы бір апта болды ғой. Көк атты мен суарып білейінші, болмаса неге суармайсың дегенде. Бұрынғының адам аңқау екен. Ой, көк ат мінген мен қажып жүр. Мен енді бір жерге барам, ана жау жарға жібермейді екен шешедер. Қорқып бе. Енді бәлен жерге барамыз, асқа барамыз, тойға барамыз, онда нең барады. Бұрынғыдай емес, мінуден қажып жүр. Алдына келсең бұрынғы көк ат емес, тістейді, артына келсең тебеді. Бармай-ақ қой дейді екен. Сөйтсе тілін буып атты қатырып қояды екен. Аты әбден жарап қатпайынша мініс шабуға келмейді дейді ғой. Бұл шешем батасын береді екен жауға аттанға жетканда. Ой қарағым Сұлукай, еліңе дабырлы бол, өткір шешем бол, мықты қайратты бол. Қашқан әйел ұқсаған боласың, қашқан адамның оқ тисе жауырын артына тиеді. Мықты болсаң маңдайға тиеді. Сен өлім ұстағаным емес. Апам үйтіп қалды деп ренжіме. Қайратты қас батыр бол. Өзімді мықты едім, мен қарғам өзіме тартқан. Үмітімді ақтайды деп батасын беріп аттандырады екен. Шешем жас о кезде жылап үйде тұрады екен. Шығыпты қарайын айтты екен жас келген адам.抖音